Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өз ойымнан құрастырып салатты жасап көрсететін боламын. Өте дәмді болып шығатынына сөзсіз сенімдімін. Мына жерде сиырдың етін осылайша ұзыншақ етіп турап аламыз. Алдын ала қайнатып дайындап алған едім. Барлығын грамын видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Піскен еттеріміздің барлығын осылайша ұзыншақ тәріздес етіп барлығын турап аламыз. Турап алған еттерімізді осылайша бір ыдысымызға салып қоямыз. Енді кезекте тұздалған қиярымызды осылайша етіп турап аламыз. Бұны да ұзыншақ тәріздес етіп турап аламыз барлығын. Енді кезекте 3 дана жұмыртқаны қайнатып алған едім. Осыны да ұзыншақ етіп турап аламыз. Енді кезекте қызылшамызды да қайнатып алған қызылшамызды да ұзыншақ тәріздес етіп турап аламыз. Менде 2 дана қызылша. Барлығын осылайша ұзыншақ етіп турап аламыз да ыдысымыздың үстіне салып қоямыз. Енді кезекте дәміне қарай тұз бенен қарабұрышты да саламыз. Оның үстіне көз мөлшермен майонезімізді да саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осылайша етіп барлығын жақсылап араластырып аламыз. Майонезді барлық шетіне бір келкі етіп араластырып аламыз. Осылайша жақсылап барлығын араластырып болғаннан соң ыдысымызға саламыз да менде мына жерде 50 грамм анардың дәнегі, осыны бетіне сеуіп шығамыз. Міне осылайша етіп салып алып үстіне анардың дәнектерін сеуіп шығамыз. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Келген қонағыңыздың алдына ұялмай қоюларыңызға да болады. Міне осылайша етіп мен мына жерде 3 дана картопты майға қуырып алған едім, бірақ менде көп болды. Егерде қаласаңыздар, 1 картопты осылайша қуырып алсаңыздар да болады. Картоптарымызды осылайша қойып шығамыз. Міне достар, менің салатым осылай болып шықты.
Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.